Құрметті Талдықорған қаласының тұрғындары, мен тұрған Шахристау көшесі жазда қазылған. Көлік жүргізетіндер болса біледі. Кемі бір ай жатқан шығар. Қазір міне естіп жамалды. Жол тура ортасынан қазылды. Біраз бөлігі жабық тұрды. Бұл тек Шахристау көшесіне ғана емес, орталықтағы Құрманов және Шевченко көшесі де дәл осылай қазылған. Әкім араласып тезірек жаматты ғой, әйтпесе ашық жатты біраз уақыт. Қайтын орнына келмей. Енді сұрайын дегенім, мына жолдың жамалғаны сіздердің көңілдеріңізден шыға ма? Өйткені мына Шахристау көшесі өте жақсы болатын, қазылмай тұрған кезде. Енді бір қысты өткеріп, келесі жыл көктемде көреміз ғой. Қалай болады екен? Оны тағы да қосымша түсіріп саламыз.